мектебінің тарихи жүйрек өлкетану мұражайына назар аударыңыздар. Ақтайлақ би атындағы орта мектебінің тарихи жүйрек өлкетану мұражайы 2010 жылы ашылған болатын. 2010 жылға дейін әртүрлі әдеби материалдар жинақталған. Ел тағдырының білгірі, мәдениет жанашыры Мұхтар Әуезов те бұл өнегелі өлке туралы тамсанып жазған. Бір атадан 17 ақын қатар өрген бұл өлкені ел ішіне тарата айтып жүрген Еркін Жұмағұлов та осы мұражайдың ашылуына үлкен үлес қосқысы келді. Алайда өмірінде ажал жалмағаннан кейін ол кісінің қарындасы Жайна Жұмағұлқызы бұл мұражайдың ашылуына өз үлесін қосты. Сарыарқаның сары жотасы басталған қапталдан Шүпейік атты бір шағын бекет бар. Кәдімгі қазақы ауыл, сырт көзге еленбес қарапайым өлке болып көрінгенімен, Шүпейік Семей өңіріне ғана емес, бүкіл елімізге мәлім. Шүпейік ауылы 1961 жылы ұсақ ұжымшарлардың бірігуінен құралған өлке. Шүпейік ұлылар мекені, қазақ тарихында есімдері алтын әріппен жазарлық тұлғалар осы өлкеден шыққан. Әсіресе 19-18 ғасырларда бұл өлкені мекендеген би шешендерге келесі кезекте өмір жолдарына назар аударсақ. Ақтайлақпен 1742-1838 жылдар аралығында өмір сүрген қазақ халқының атақты шешен биі әрі төкпе ақыны болған. Найман, Сыбан, Жаңгөбек руынан тараған Ақтайлақ би бұрынғы Семей, Абай, Жарма аудандарының арасында Еңіреке Құндызды өңірінде дүниеге келген. 1990 жылы мектепке Ақтайлақ би аты беріліп, 2010 жылы 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы бойынша жаңа мектеп ғимаратына кірдік. Ел ішінде ислам дінін орнату үшін Шахи-Ахмет әулие Ақтайлақ бидің шақыруымен өзіміздің Жарма ауданына қоныс тебеді. Және де ол кісінің әулиелік қасиеттері бүкіл халық аузында десек те болады. Ол кісінің әулиелік қасиеті бүкіл өзінің әулетіндегі ұрпақтарына дарыған. Және де ол кісінің үйінен ауру келсал кісілердің өзі бір түннің ішінде сап-сау кісі болып жазылып шыққаны белгілі. Ол кісі өзінің қыстағында Бәйтен тауының бөктерінде 1904 жылы 15 қараша күні жерленген. Бұл кісі туралы көптеген мәліметтер өзіміздің мұражайда сақталған болатын. Дүниеге әр қырынан жақсы көрінетін адам, данышпан әулие Арқарбай Шоқантайұлы. Әке-шешесінен ерте айырылған 13 жастағы жетім бала Шәкер әулиенің қолында болып, ғылым мен білімді еңбектеніп, осы көп ұзамай ақ көріпкел атына ие болады екен. Нөсер жауындай қуаныш әкелетін Арқарбай Шоқантайұлы артынан ерген бір ғибат сөз жоқ. Ол кісінің берген сыйлықтарын алтындай сақтайтын адамдар көп. Жақсы жүрген, жаяу жүрген жақсақ демекші, ол кісі өмірінде пойызбен немесе машинамен жүріп көрген емес екен. Өмірінде осы Арқарбай Шоқантайұлы Шәкер әулиені ерекше құрмет тұтады. Ол кісіні жазғы тұрым кезінде басына барып шырақшы болған екен. Ол кісі осы Арқарбай Шоқантайұлына аңсап келген адамдар көп болған. Қазіргі таңда Арқарбай Шоқантайұлының қызы Аман апа осы өзіміздің ауылымызда тұрып жатыр. Бұл кісілер жайлы толық ақпаратты мен өз жобамда қорғаған болатынмын. Түбек Байқошқарұлы 1780 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Үшпейік ауылы төңірегіндегі Қарабұжыр деп аталатын атақонысы қыстауында дүниеге келген екен. Соңғы ұрпаққа қалдырған мұрасы айтыс өлеңдерім. Түбек ақын әрқашан адалдықты, адамгершілікті, шындықты тілге тиек етіп жасқанбай айтқан. Ауыл ақсақалдар кеңесінің мүшесі Жұмабеков Төлеубек атамыздың жақында ғана осындай 2 томдық шежіре кітабы жарық көрді. Бұл кітапты ол кісі мектеп мұражайына табыс етті. Енді біз бұл 2 шежіре кітапты да іс-шараларда, тәрбие сағаттарда қолданатын боламыз. Осы енді шежіре кітаптан үзінді айтып өтетін болсам, біздің қазіргі жастарымыз өзінің ата тегін, қол бастаған батырларын, сөз бастаған шешендерін, сонымен қатар өзінің билерін, ата-бабасын, барлығын, ақын жазушыларын, жырауларын барлығын білуге міндетті. Және де оны біліп қана қоймай, түсініп, үлгі етіп, өзінің жадында сақтауы керек. Жеті атасын білмеген жетесіз деген заманда бұрын өмір сүретін болсақ, ал бүгін 7 ғасырдың тілін білмеген жетесіз деген заманда өмір сүріп жатқанымызды ұмытпайық. Барлығымызда өзіміздің шежіремізді, жеті атамызды білуіміз керек. Және де осы жеті атаны түсіндіру, келешек жасқа, қазіргі жастарға, ұрпақтарға түсіндіру, оны ұқтыру, оның сана сезімін жақсы етіп ояту, ары қарай қалыптастыру,
ол біздің үлкендеріміздің міндеті деп білемін. Ұлы Отан соғысының ардагері Адилов Сембек Әділұлы 18 жасында майданға аттанып кете барады. 1942 жылдың күзінде оңтүстік-батыс майдан штабының құрамына жіберіледі. Жауынгер сержант Сембек ата Севастопольді, Берлинді, Белоруссияны, Украинаны азат еткені үшін медальдармен марапатталады және де Германияны алу жұлдызымен марапатталған. Жеңіске жеткен соң да 1942 жылға дейін Германияда әскери қызметте болады. Тек 1947 жылдың күзінде өз еліне оралады. Сәлеметсіз, Сәбижамал апа. Біз сізді тыл ардагері ретінде танимыз. Сол тылдағы өмір, қандай қызмет атқарыңыз, сол жайлы бізге қысқаша бір мәлімет айтсаңыз. Ол кезде баламыз ғой біз. Бала болсақ та біз ерте ояндық, ерте есейдік. Бізде балалық шақ деген ол кезде болған да жоқ. Еңбекпен жүрдік. Тағы сұрақ қойсам, осы және балалық шақты көрмеді дейсіз. Сол қандай ауыртпашылықтар болды, қандай қиындықтар көрдіңіздер? Соғыс кезінде де, соғыстан кейін де қиыншылық деген көп болды. Свет деген болмайды ол кезде. Свет жоқ. Мына трактор, мынау машинелер жоқ. Сол бірақ қана машине болады ол кезде. Ал енді барлығы өгізбен, жылқымен сондай шаруалар. Бидай бастырғанда вейлка дейді, бұлар қолмен айландыратын. Сонымен астықты бастырды. Қазірде комбайн жоқ кезде. Соның бәрін істедік. Таңертең сабаққа барамыз. Сабақтан кейін, түстен кейін. Сол жұмыс істейміз, қас қарайғанша. Үйге келесің алға. Майшаменен отырасың. Қиыншылық көп болды кезде. Тамақ деген жоқ десе де болады. Әйтеуір 150 грамм бір балаға, бір кісіге 150 грамм. Сонда бір бөлке нан береді, ол бір бөлке нан басқа тамақ жоқ қой біздің осы күнге. Жетем айту, жеткізеді соны аналарымыз. Мал бағады, сол малдың сүтімен, сол аяқ киім деген жоқ болады. Сол бір үйде бір аяқ киім болса, соны кезек-кезек киесің. Анау бір жерге баратын, сол киіп кетеді, ол келген, оны тосып отырсың. Соны киесің. Қазіргідей бас-басына 10 аяқ киім жоқ кезде. Біз соған мойығамыз жоқ. Сонда сол жұмысқа барып, қайтып келе жатқанда сонда өлең айтып келе жатамыз. Отанның соғысып жатқан, соны қалай қарсы тұру керек, сондай өлеңдерді апаларымыз үйретеді, айтып келеміз. Айтып келе сонда біз мойымаймыз маңдағыдай. Сол, ал бір парта түске дейін бір класста бірінші мен үшінші оқиды, бір класста отырады. Одан кейін екінші мен төртінші класс оқиды, бір класста. Сол қара және сонда 4 класс оқиды. Сонда біз жақсы оқыдық. Сонысымен қызықты дейсіз ғой. Сонысымен қызық. Таңертең ерте барамыз, тоңамыз, контролмарка пеш тұрады, соны бәріміз бүйтіп жабылып, құшақтап жылынамыз соған. Соны мұғалімдарымыздың өзі солай бізді сөйтіп жылытты. Қорытындылай келсем, сіздердей еңбек сүйгіш, тағдырдың қатал сынынан мойымаған кісілердің арқасында біз қазіргі болашақ жастар, бізден кейін ұрпақ осыны мақтана айтады және осынысымен мақтанады. Сіздердің арқаларыңыз қазір осылай шалқып өмір сүруіміз. Аман болыңыздар. Үшбиік қалған мекен ұлылардан, қазағымның тарихында тұғырланған, 17 ақын сөздерімен жан байытқан, үміт үлкен көкірек ояу ұлы бардан. Үшбиік қасиет қонған киел өңір, әулие, шешен, билер сүрген өмір, сол бабалар ұрпағы мекендейтін бұл жерден шығады әлі дүлдүл небір.